Сіз құрсақ шашу тойы туралы естіп едіңіз? Ендеше мен сізге осы аса маңызды той туралы ақпарат бергім келеді. Ұрпақ қамын ойлаған көргенді ене арнайы дастархан жайып, ауылдағы әйелдерді құрсақ шашу немесе құрсақ той деп аталатын дәстүрлі қонақтыққа шақырады. Шақырылған әйелдер құр келмейді. Әрқайсысы өз үйлерінен әртүрлі тағама келеді. Ондағы мақсат келіннің жерік асын табуға жәрдемдесу. Құрсақ шашудың негізгі мәні де мақсаты да осында жатыр. Өйткені бойына алғаш бала біткен тәжірибесіз жас келіншек бұрын соңды өзінде болмаған сезім түйсіктерді басынан кешеді. Көңілінің неменеге соғып тұрғанын, тәбетінің қандай асқа ауатынын дөп басып айта алмай, не екенін анық түсінбей аласарып қиналады. Осы бір аса жауапты кезеңде ақыл кеңес айтып, жерігін табуға көмектесіп, мейірім таныту сауабы мол қасиетті іс саналады. Құрсақ тойда жас келін әлгі әйелдер әкелген тағамның бірін сүйсініп жесе, оны әзірлеп әкелген әйел қуанып, мәртебесі асып қалады екен. Содан келіннің жерігі қанғанша сол дәмді аз иесі жасап беріп қамқор болады. Алда-жалда бір реткі құрсақ шашу кезінде келіннің аңсары табылмаған жағдайда бәрібір іздеуді тоқтатпайды. Қалайда ретін келтіруге әрекет етіледі. Бұған тек әйелдер ғана емес, келіншектің қайнылары, күйеуінің құрбы-құрдас, дос-жарандары да қолғабыс етеді. Жабайы аңның, құстың еті, балық секілді әуез дәмдерді тауып әкеліп жәрдем жасайды. Осы жерде айта кететін бір тыйым: аяғы ауыр әйелдің жұбайы аң атпайды, тұзақ құрмайды, қармақ салмайды, яғни жандыға әдейілеп зиянын тигізбейді, іштегі балаға кесір болады дейді екен. Жерік ас кейде тосын, күтпеген нәрсе болуы да мүмкін. Ол болашақ ананың өз қалауына, өз таңдауына байланысты емес, еркінен тыс болатын құпиялы құбылыс. Күні бүгінге дейін сақталған ел ішіндегі аңыз әңгіме, жыр дастандарда жолбарыстың жүрегіне, қабыланның, аюдың, ұлардың, сұңқардың етіне жерік болған аналардан туған балалар күйін ер жүрек батыр, ақылгөй дана болғандығы жайлы айтылады. Мысалы, аруақты батыр Жалаңтөс бабамыздың анасы Ақтұмар Жарықтық көкжал қасқырдың төс етіне жерік болған дейді. Сол секілді Шапрашты батырдың анасы Жұпар шешеміз де арланның бауырын шегідей жеп, жерігін қандырған екен деп әліге дейін аңыз етеді. Әрине, аңыз тарих, дәлел емес, алайда аңыздың түбінде шындық жатады. Сонымен құрсақ шашу болашақ ана мен өмірге келер нәрестенің қамын ерте ойлаған, тілегі тұнық, ниеті ақ, мазмұны терең, салиқалы дәстүр. Сан ғасырлар бойы сыннан өткен, ел өміріне өнеге болып, керегіне жараған ұлағатты рухани мұра. Аналарымыз басынан өткізген жөн жоба.